Интернетте жасап жатқан жарнамаңыз нәтижесіз бе? Жарнаманы нәтижелі етуге болатын нақты 5 жолы бар. Егер осы видеоның соңына дейін көретін болсаңыз, мен сізбен нақты сол 5 жолды бөлісетін боламын. Сәлем достар, менің есімім Айбек Өшкен, мен кәсіби интернет-маркетологпын. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге әлемдегі алдыңғы қатарлы маркетолог Райан Дайстың осы 5 кеңесімен бөліскім келеді. Жарнамаңыз неғұрлым нәтижелі болу үшін көп адамдардың жіберетін қателігін сіз жасамауыңыз керек. Көп адамдар қандай қателік жібереді? Бірден тікелей сатуға тырысады. Қазіргі таңда өзіңіз лентаңызды да, болмаса достарыңыздан да естіген боларсыз. Тікелей жарнаманы жасап, тікелей тауар немесе қызметті сату ол тиімсіз, әрі адамдардың наразылығын тудырады. Сондықтан да мен беретін 5 лайфхакты қолданатын болсаңыз, сіздің жарнамаңыз барынша нәтижелі болуы керек. Сонымен кеттік. Мен сіздерге алдымен ағылшынша нұсқасын айтып, соның қазақша нұсқасын түсіндіруге тырысамын. Райан Дайстың есептеуі бойынша ең бірінші сіздің орындауыңыз керек нәрсе aware деп аталады. Яғни танысу, білісу деген сөз. Яғни сіз жарнамаңызды тікелей сатуды бастамас бұрын өз аудиторияңызбен танысуыңыз керек. Өзіңіз жайлы айтасыз ба, тауарыңыз немесе қызметіңіз жайлы пайдалы ақпараттарды жарнамаға салып жіберіп, көпшілік аудиторияға көрсетіп, алдымен өз аудиторияңызбен танысуыңыз керек. Екіншісі ол engage, яғни әрекеттесу. Егер де сіз өз аудиторияңызбен алдын ала танысқан болсаңыз, адамдар сіздің жарнамаңызды екінші рет көргенде сіздің посттарыңызбен әрекеттесе бастайды. Яғни лайк қою, коммент жазу, бөлісу, тіпті сізге нөмірін қалдырып хабарласуы да мүмкін. Сондықтан да бұл өте маңызды қадам. Үшінші қадам subscribe деп аталады, яғни жазылу. Егер де сіз алдыңғы 2 қадамды дұрыс жасаған болсаңыз, адам сіздің парақшаңызға жазылуы мүмкін, сіздің сайтыңыздағы newsletter, яғни рассылкаларыңызға жазылуы мүмкін. Яғни үшінші қадам жазылу. Яғни сіз адамның белгілі бір сеніміне кіріп келе жатырсыз деген сөз. Төртінші қадам convert деп аталады. Конверт дегеніміз конверсияға өту, яғни конверсиялануы. Яғни сіз күткен белгілі бір әрекетті адамның орындауы. Мысалға, нақты нөмірін қалдыруы, нақты сізден тауарыңыз немесе қызметіңізді сатып алуы. Яғни алдыңғы 3 қадамның істейтін әрекеті адамды конверсияға итермелеу, яғни тауарыңызды немесе қызметіңізді сату. Енді соңғы 5-ші қадам excite деп аталады. Яғни адамның белгілі бір таңғаларлық жағдайға түсуі. Егер де сіз алдыңғы 4 қадамды дұрыс орындаған болсаңыз, адам белгілі бір қуаныш сезіміне ие болады. Мысалға айталық, сіз өзіңіздің тауарыңызды не қызметіңізді өз деңгейіңізден асыра неғұрлым жақсы орындаған болсаңыз, адам сізге, яғни клиентіңіз өте риза болып, сіздің тауарыңызды немесе қызметіңізді келесі бір адамға, досына, танысына, жақындарына айта бастайды. Не болмаса, екінші рет сізден сатып алуға дайын тұрады. Сондықтан да клиентке сіз тауарыңызды немесе қызметіңізді сатпастан бұрын осы 5 қадамды жүріп өтуіңіз керек. Тағы да бір рет қайталап шығайық. Бірінші қадам aware, танысу, білісу. Екінші қадам engage, яғни әрекеттесу. Үшінші қадам subscribe, жазылу. Төртінші қадам convert, конвертация, яғни конверсияға адамды итермелеу. Төртінші қадам excite, таңғалдыру. Осы 5 қадамды сіз неғұрлым тиімді жасасаңыз, сіздің лидтарыңыз сапалы бола бастайды және тауарыңыз интернетте сатылуына үлкен жол ашылатын болады. Достар, осы ақпарат сіздерге барынша пайдалы әрі тиімді болды деп ойлаймын. Өз кәсіптеріңізде, практикаңызда қолданып көріңіз. Келесі видеоларда жолыққанша.